1418 күн мен түн. Бұл жай ғана сандар емес, отан үшін қиылған жастық пен өшпес сағыныш. Тылдағы ерлік майдан тылда да болды. Қазақ даласы жеңіс нанын пісіріп, үміт пен төзімді тербетті. Мәңгілік алау өшпес рух. Баланың жаутаңдаған жанары тарихымыздың тірі екендігінің куәсі. Қош бол, туған жер, осы бекеттен басталған ауыр қоштасулар бүгінгі бақытымыздың бағасы еді. Соғыс тек жеңіс емес, ауыр мұң. Үйіне оралмаған боздақтардың үнсіз зары мен үзілген арманы. Бәрі де жеңіс үшін. Тылдағы қажырлы еңбек, қарапайым жандардың ұлы ерлікке ұласқан сәті. Он оқтың тоқызы Қазақстаннан. Біз жеңіс соққан темір жүрек. Мызғымас қамал болдық. Алтынмен жазылған есімдер. Олар біздің намысымыз, еркіндігіміз бен асқақ мақтанышымыз. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Бауыржан атамыздың ерлігі қазақ рухының айбынды символы. Әлия мен Мәншүк. Нәзіктік пен батырлықтың үлгісі, тарихымыздың ең асыл парағы. Жеңіс туы желбіреді. Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі әлемге танылған қазақ айбыны. Бүгінгі бақытымыз сол жылдардың өтеуі. Аталар арманы орындалды, аспанымыз ашық. Аманат, бейбітшілік. Өткенді қастерлеп, болашақты бірге сақтайық. Батырларға тағзым,